Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге бөлме гүлдеріне арналған древесный уголь деп жатамыз ғой, бөлме гүлдерінің топырағына қосылатын древесный угольді қалай өз қолымыздан жасаймыз, сол туралы айтқым келіп отыр. Кәдімгі магазинде жаңағыдай фирменный упаковкада сатылатын древесный угольдар осылай жасалынады негізінде. Бұны да негізі қолдан жасап алсаңыздар болады. Үйдегі кәдімгі мынандай ағаштарыңыз болса, осы ағаштарды осылай өртеп, әбден залалсызданғанша өртейміз, жандырамыз. Содан кейін қаттық аппақ күл болып кеткенге дейін күтпейміз. Себебі мынандай болып қара болу керек. Қараңыздар, алдында жасалынған древесный уголь мына осылай тұру керек. Бұл көмір, ағаштың көмірі бөлме гүлдерінің топырағына қосатын болсаңыздар, мейтін залалсыздандырып тұрады. Топырақты да, бөлме гүлдерінің тамырын. Мысалы, кейде айтамыз ғой, біз активированный угольді топыраққа ұнтақтап қосыңыздар, залалсыздандырып тұрады. Тамырының шіріп кетпеуіне септігін тигізеді деп. Міне осы, міне. Көрдіңіздер ме? Әбден жанып, мынандай болып кеткенге дейін, міне, қап-қара күйе болып, осындай болғанға дейін, осыны майдалап, қатты майдаламасаңыздар да болады. Міне осындай қылып топыраққа араластырып жіберсеңіздер, су құйған сайын бұл гүлдердің топырағын, гүлдердің тамырын залалсыздандырып тұратын болады. Мінекей осылай ағашты әдемелеп жағып, әбден жанып болғанда сумен өшіріп тастаңыздар, ертесі күні осы дайын болады. Әсіресе осындай үлкен ағаштардан мынандай угольдар жақсы шығады. Мына майдаларын тек қана от өшіп қалмау үшін, жағу үшін қолданғанмын. Негізінде осындай үлкен ағаштардан әдемі шығар древесный уголь. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. 2-3 күн сайын жаңа видео шығып тұратын болады. Сіздерді гүлдер туралы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар.